Достар, сәлем. Бүгін видеоны сразу тамақтан бастайын деп шештім. Бұл айым ғой, танып тұрсыздар ма? Айым емес, бұл по сути бұл Макдональдс. Өкінішке орай соңғы жағдайларға байланысты біз бұны айым деуге мәжбүрміз. Мәселе ода емес, мәселе бұның ішіндегі әлемге әйгілі Big Mac бургерінде. Ол Қазақстанда да бар, ол Америкада да бар. Ал осы Big Mac'ты сіз қай елге шықсаңыз да, сіз ол жерден Big Mac сатып ала алатыныңызға сенімдісіз. Бірақ осы қарапайым бургер арқылы экономистер әлемдегі валюталардың күшін салыстыратынын білесіз бе? 1986 жылы британдық The Economist журналы Big Mac Index деп аталатын ерекше көрсеткішті енгізді. Оның идеясы өте қарапайым, бірақ өте қызық. Big Mac әлемнің көптеген елдерінде бірдей стандартпен дайындалады. Етінің салмағы, тұздығы, ірімшігі барлығы мүмкіндігінше бірдей. Сондықтан экономистер егер өнім бірдей болса, неге бағасы әр елде әртүрлі деген сұрақ қойды. Мысалы, ақшта Big Mac $6 тұрсын, ал Қазақстанда дәл сондай Big Mac $3 айналасында болса, бұл теңге долларға қарағанда арзанырақ бағаланған болуы мүмкін деген белгі. Немесе керісінше, егер басқа елде сол Big Mac $8-9 тұрса, онда сол елдің валютасы қымбатырақ бағаланған болуы мүмкін. Әрине, бұл ресми экономикалық көрсеткіш емес, себебі әр елде жалақы, салық, болмаса жалдау ақысы деген нәрселер шығындар әртүрлі ғой. Бірақ Big Mac Index экономиканы қарапайым адамға түсіндірудің ең қызықты тәсілдерінің бірі саналады. Сондықтан келесі жолы Big Mac жегенде қолыңызда бургер жай ғана фастфуд емес, ол экономистер қолданатын құрал екенін еске түсіріңіз. Елестетіп көріңізші, таңертең дүкенге барып, бір бөлке нанды 5 миллион ақшаға сатып алдыңыз. Кешке дәл сол нан уже 10 миллионнан асып кетті. Сену қиын, бірақ дәл осындай жағдай Германияда болған екен. Бұл тарихтағы ең ауыр гиперинфляциялардың бірі. 1923 жыл Германияда ақша соншалықты тез құнсызданды, что адамдар жалақысын алған бойда дүкенге жүгіретін. Әйтпесе бірнеше сағаттың ішінде сол ақшаға өз құнының бір бөлігін жоғалтып алу мүмкін болды. Жағдайдың қаншалықты ауыр болғанын бір ғана мысалмен түсінуге болады. 1923 жылдың 1 қарашасында бір ақш долларын сатып алу үшін шамамен 4,2 триллион неміс маркасы қажет болды. Ауыр, Кейбір адамдар ақшаны әмиянмен емес, уже қаппен, арбамен тасыған. Тіпті кейбір жағдайда қағаз ақшаның өзі отыннан да арзан болып, адамдар даже оны пешке жағып жылулық берсін хотя бы деген мысалдар да болған екен. Бұндай жағдай қалай болды дейсіздер ғой? Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германия үлкен қарызға батты. Мемлекет шығындарын жабу үшін үкімет өте көп мөлшерде ақша басып шығарды. Бірақ ол кезде экономистер кішкене ақымақтау болды да, экономикадағы тауар саны сол күйінде қалды. Нәтижесіндегі айналымдағы ақша көбейе берді, ал ақшаның құны күрт төмендеді. Бұл инфляцияның ең қауіпті түрі, яғни гиперинфляцияға алып келді. Сондықтан бүгінгі күні көптеген орталық банктерде ең маңызды міндеттердің бірі инфляцияны бақылауда ұстау. Өйткені егер ақша бақылаусыз басыла берсе, оның соңы немістердікіндей ауыр болуы мүмкін. Бір адамның жомарттығы бүтін аймақтың экономикасына әсер еткендігі жайлы білесіз бе? Егер Илон Маск или Джефф Безос ертең барлық ақшасын халыққа таратып шықса, не болады деп ойлайсыз? Барлығымыз точно бай кетпейміз ғой, но или может быть оның басқа біз ойламаған салдары болуы мүмкін. Тарихта дәл осындай жағдайға ұқсас оқиға болған. Бұл адам Манса Муса 14 ғасырда өмір сүрген Мали империясының билеушісі. Көптеген тарихшылар оны адамзат тарихындағы ең бай, сұмдық байлардың бірі деп есептейді. Кейбір зерттеушілердің пікірінше оның байлығының қазіргі ақшамен нақты бағалау мүмкін емес. Өйткені оның иелігінде и алтын болған, и табиғи ресурстар, и жер, вообще орасан зор болғаны бәрі. Сол Манса Муса мұсылман болады ғой. И 1324 жылы Меккеге қажылыққа аттанады. Бірақ бұл қарапайым сапар емес еді ол үшін. Ол мыңдаған адамнан тұратын керуенмен жүздеген түйеге артылған алтынмен жолға шыққан. Тарихи деректерде оның керуеніндегі әр түйе ондаған килограмм алтын тасығаны айтылады. Жол бойында ол кездескен кедейлерге алтын таратып, мешіттер мен қоғамдық ғимараттарының құрылысына қаржы бөліп отырған екен. Басында бәрі қуанды. Конечно, тегін ақша кімге ұнамайды. Бірақ көп ұзамай күтпеген мәселе пайда болды. Нарыққа алтын тым көп түскендіктен оның құны төмендей бастады. Алтын арзандаған соң бағалар өзгеріп, кейбір аймақтардың экономикасы бірнеше жыл бойы тұрақсыздыққа ұшыраған деген тарихи мәліметтер де бар екен. Бұл бізге экономиканың ең маңызды заңдарын бірін көрсетеді. Жаңа Германиядағы ситуация сияқты ғой, егер белгілі бір тауар немесе ресурс тым көп мөлшерде айналымға түссе, оның құны сразу төмендеп кетуі мүмкін. Сондықтан экономистер байлықтың көлеміне ғана емес, экономикадағы тауар мен қызметтің көлеміне, өндіріс пен өнімділікке де үлкен мән береді. Сіз бір күні ресторанға бардыңыз. Ол жерде тамағыңызды іштіңіз, енді соңында ақшаны төлейін десеңіз, сіз кошелегіңізді үйде ұмытып кеттіңіз. Не істейсіз?
может посуда жуасыз, егер кезінде осындай ситуацияға бір американдық тап болып, ол қазіргі карталарды ойлап таппаған болса. 1949 жылы америкалық кәсіпкер Фрэнк Манкмара достарымен Нью-Йорктағы мейрамханада кешкі ас ішуге барады. Тамақтанып болған соң оған чекті әкеп береді, чекті там нормальный сумма. Сол кезде ол ең жаман нәрсені байқайды ғой жаңағы. Оказывается, оның кошелегі үйде пиджагының, не знаю, пиджагында ма или әдемі ұтып кетті ма, әйтеуір қалып кетті. Значит, ақша жоқ. Ол енді қолма-қол төлей алмайды. Сол кездегі адамдардың айтуы бойынша ең позор нәрсе оның счетын әйелі кеп төлеп берген екен. Сол күні Фрэнк бір нәрсені ойланады. Неге адамдар әрдайым қолма-қол ақша алып жүру керек? Неге кейін төлейтін мүмкіндік болмайды? Осы қарапайым сұрақтың арқасында Diners Club деген дүниеге келді. Бұл біздің қазіргі карталардың ең алғашқы түрі. Бұл алғашқы кең тараған төлем карталарының бірі. Бастапқыда оны тек бірнеше мейрамханалар ғана қабылдады. Бірақ адамдарға бұл идея қатты ұнады. Кейін бұл жүйе басқа елдерге таралып, бүгінде біз қолданатын банк карталары мен несие карталарының дамуына жол ашты. Қазір біз дүкенде телефонмен немесе банк картасымен бірнеше секундта төлем жасаймыз. Ал осының бастауына себеп болған нәрсе бір адамның үйінде кошелегін ұмытып кету екен. Кейде адамзаттың ең үлкен жаңалықтары зертханада емес, қарапайым күнделікті өмірдегі қарапайым мәселелерден бастау алады екен. 10 000 биткоинға бүгін не сатып алуға болады деп ойлайсыз? Может быть, қымбат вилла, может быть, частный самолет алуға болады. Бір кездері сол 10 000 биткоинға бар болған 2 пицца ғана сатып алуға болған екен. 2010 жылы 22 мамырда америкалық бағдарламашы Ласло Хенич өте ерекше ұсыныс жасайды ғой. Ол интернет форумда отырады да, маған 2 үлкен пицца әкелген адамға 10 000 биткоин берем дейді. Ол кезде 10 000 биткоин, не знаю, наверное, 1500 теңге болған шығар. Сол кезде биткоин ешкімге керек емес еді ғой. Оның бағасы өте төмен болатын. Сондықтан 10 000 биткоин сол кезде может быть, $41 шамасында болған екен. Бірнеше күннен кейін бір адам оған 2 пицца сатып әкеледі, ал Ласло уәдесінде тұрып 10 000 биткоинді сол адамның шотына тақ етіп аударып жібереді. Бұл тарихтағы биткоин арқылы жасалған алғашқы ірі сатып алулардың бірі болып саналады екен. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Биткоин бағасы жылдар бойы бірнеше рет қатты өсіп, жаңа тарихи рекордтар орнатты. Сондықтан сол күн жұмсалған 10 000 биткоин бүгінде нарықтағы бағасына байланысты жүздеген миллион долларға, тіпті кейбір кезеңдерде тіпті 1 миллиардқа бағаланған болуы мүмкін. Сондықтан да бұл 2 пицца тарихтағы ең қымбат пицца деген атқа ие болады. Даже қазір 22 мамыр сол пиццаны сатып алған күн ғой жаңағы. Биткоин пицца дей деп аталып тойланады екен. Кейде бүгін құны жоқ болып көрінетін нәрсе болашақта орасан зор құндылыққа айналуы мүмкін. Бірақ оны ешкім алдын ала нақты біле алмайды. Сондықтан инвестиция жасағанда әрқашан тәуекел бар екенін ұмытпауымыз керек. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет. Не пьет шампанского дейді. Деп бітіріп жіберемін соның досы.